Балаңызды ерте жаста өз-өзін жақсы көруге тәрбиелеңіз. Балаларын жалғыз өзі бағып отырған аналар көп. Бұл өте қиын шаруа. Жалғыз басты аналардың әрқайсысы қол соғып қошеметтеуге лайық. Шаршау сөзінің мағынасын осы кісілер біледі. Ажырасу санының артуына байланысты кез келген әйел баланы дүниеге әкелмес бұрын өзінен «Баламды жалғыз өзім асырай аламын ба?» деген сұрақ қоюы керек. Баланы асырап жетілдіру сіз ойлағаннан да қиын шаруа, ал жалғыз басты анаға тіптен қиын болмақ. Қоғам бұл мәселеге көбірек назар аударып, жалғыз өзі бала тәрбиелеп отырған әрі жұмыс істейтін әйелдерге көңіл бөлуі тиіс. Балалар мен әйелдерді қорғау мақсатында заңдар қабылдануы қажет. Аналардың супер әйел немесе мінсіз ата-ана болуы міндетті емес. Баланы тәрбиелеуде жаңа дағдыны үйренгіңіз келсе, кітаптар оқыңыз. Мысалы, Уэйн Дайердің «Балаңызға шын мәнінде не қалайсыз?» деген кітабын шолып шығыңыз. Егер балаңызды махаббатпен өсірсеңіз, ол сіздің сыйлас досыңызға айналады. Табысты тұлға болып жетіледі, ал өзіне деген сенімділігі жан тыныштығын әкеледі. Өзімізді жақсы көру балаларымызға беретін ең дұрыс тәрбиеміз. Себебі олар бізге қарап бой түзейді, еліктейді. Өмірді жақсартсаңыз, балаларыңыздың да жай-күйі жақсы болмақ. Өзіңізге құрметпен қарасаңыз, жанұяңыздың қадірі артпақ. Жалғызбасты ана болудың жақсы жағы да бар. Себебі сізде ұл бала болса, оны нағыз ер азамат қылып өсіруге мүмкіндігіңіз бар. Әйел адамдар ердің тәрбиесі мен іс-әрекетіне көп шағым айтқанымен, сол ұлды тәрбиелейтін де әйелдердің өзі. Егер біз ерлердің ақылды, мейірімді болғанын және әйел жанын түсінгенін қаласақ, онда аналар бұл қасиеттерді ұлдарының бойында тәрбиелеуі керек. Ер кісіден күйеуіңізден не күтесіз? Не қалайтыныңызды жазып анықтап алыңыз. Кейін ұлыңызға осы қасиеттерді сіңіріңіз. Ұлыңыздың алған жары әлі осы тәрбиеңізге алғыс айтады. Отбасыңызда ұлыңыз бен келініңіздің және сіздің араңызда достық, жылы қарым-қатынас орнады. Сізден өтінерім, егер балаңызды жалғыз тәрбиелеп отырсаңыз, бұрынғы күйеуіңізді жамандамаңыз. Бұлай жасасаңыз, балаңыз отбасы деген соғыс деп ойлайды да, өскенде некесін майдан даласына айналдырады. Балаға ең көп әсер ететін де анасы. Егер біз әйелдер күш-жігерімізді біріктірсек, келесі ұрпақтың ер азаматтары біз қалағандай тәрбиеде ер жетеді. Мен өзін-өзі құрметтеу пәнінің бастау сыныптарда күн сайын өткізілгенін қалаймын. Балақайларға кішкентай кезінен құқығын түсіндірсек, ер жеткенде жан-жақты дамыған, бар мүмкіншілігін толық білетін азаматтар қалыптасады. Арасында маған мектепте сабақ беретін әйелдер немесе ер мұғалімдер хабарласып, осы әдістің көмегімен таңғаларлық нәтижеге қол жеткізгендерін айтып жатады. Ендеше бүлдіршіндердің дұрыс тәрбиеленіп жатқанын көру керемет емес пе? Бұл пәндер әдетте бір оқу жылы ғана оқытылады. Дегенмен мұндай қысқа уақыт ішінде де мұғалімдер балаларды жағымды ойларға сендіре алады. Қызыңызды өзін сүюге және құрметтеуге үйретіңіз. Осылай етсеңіз, ол бойжеткен шағында ешкімнің де қолдауына немесе пайдаланып кетуіне жол бермейді. Ал барлық адамға құрметпен қарауға үйренеді. Ешқандай ұл жәбірленуші болып туылмайды. Ешқандай қыз құрбан болып дүниеге келмейді. Біреуді қорлау немесе қадір-қасиетіңді жоғалту жүре пайда болатын мінез-құлық. Балалар зорлық-зомбылыққа үйренгені сияқты, қорлыққа да шыдауды үйренеді. Егер қоғамдағы ересек тұлғалардың бір-біріне құрметпен қарауын қаласақ, ұрпағымыздың мейірімді әрі қасиетті болуына аса мән беру керек. Тек осылай ғана қос тарап бір-бірінің абыройын асқақтатпақ. Егер ата-ана болсаңыз, жақсы үлгі көрсетуге мүмкіндігіңіз бар. Балаға аффирмациялармен жұмыс жасауды және айна алдында жаттығуларды үйретуіңізге болады.
Айна алдында бірге отырып жұмыс жасаңыздар. Аффирмацияларды қайталаңыз. Жақсы жетістікке жету үшін бір-біріңізге көмектесіңіз. Ұжымдаса отырып аффирмациялар айтатын жанұялардың өмірлері қызыққа толы болмақ. Ол қызыңызға адамның ойы қаншалықты маңызды екенін түсіндіріңіз. Сонда барып өмірлерінде болып жатқан жайттарға қатысы бар екенін мойындап, өмірлерінің иесі екенін түсінеді. Осы арқылы балаларыңыз өзгеріс жасауға қорықпайтын болады. Ата-аналар көбіне өз сезімдерін көрсетуге қорқады. Әр отбасында айтылмайтын реніште талқылауды қажет ететін мәселелер көп болады. Балалар кез келген жалғандыққа өтірікке өте сезімтал келеді. Бала 2 жасқа толғанда ата-анасының жаман көңіл күйін айнытпай салады. Жасөспірім сәтте бұл еліктеу одан әрі күшейе түспек. Балалары қателік жіберсе, әке-шешесі тап беріп, кінәлай бастайды. Негізінде кінәлі адам бұл ата-анасының өзі. Егер ұлыңыз не қызыңыз қыңырлық танытса, тереңірек үңіліп көріңіз. Бәлкім баланың қазіргі жағдайы сіздің көңіл күйіңізді көтеретін шығар. Ренішіңізден арылып, мәселелеріңізді шешкен сәтіңізде балаларыңыздың жақсы жаққа өзгергенін байқайсыз. Көбінесе біз барлық қиындықты басқаларға арта саламыз. Олардың себебін өзімізден іздемейміз. Мысалы, балаларымыздың немесе айналамдағы адамдардың әрекеттері бізді ренжітсе, ашуландырса, бұл үшін өзімізді еш кінәламаймыз. Керісінше бар ашуымызды өзгелерден аламыз. Алайда олардың бұған еш қатысы жоқ. Олардың әрекеттері тек ішімізде бұғып жатқан жағымсыз ойлар мен біздің жасырын сенімімізді көрсетеді. Келесіде біреуге қатты ренжісеңіз, ашуға бой алдырмауға тырысыңыз. Оның орнына өзіңізден: бұл жағдайда не аламын? Бұл қиындық маған балалық шағымның қандай да бір кезеңін еске түсіре ме? Басқа біреудің қатесін қайталап жатқан жоқпын ба? Мен өзімді және бала кезімде мені ренжіткендерді кешіре аламын ба? Әлде басқадан кек алып, іштегі өкпемді солай жеңілдетпекпін бе деп сұраңыз.